Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді, нәзік және жұмсақ, дәмі тіл үйіретін шоколадты балды торттың рецептісімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар: тұз, жұмыртқа, ас содасы, қант, ұн және сары май, какао ұнтағы, бал, менде табиғи таза бал, және осындай асты күймейтін ыдыс қажет болады. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін темір ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Үстіне тұзымызды саламыз. Және қантымызды салып, видеодағыдай жақсылап араластырамыз. Какао ұнтағын қосып, тағы да араластырамыз. Араластырып болған соң, табиғи таза балымызды қосамыз. Балымызды қосқан соң, тағы да араластырамыз. Енді сары майымызды қосамыз. Сары майымыз жұмсақ немесе бөлме температурасында немесе тоңазытқыштан алынған кез келген сары май бола береді. Енді ыдысымызды отымызға қойып, араластырып отырып біркелкі майымыз ерігенше ұстаймыз. Қайнатпаймыз. Қайнайын деген кезде отымыздан аламыз. Біркелкі араластырып тұрмасақ, асты күйіп кетуі мүмкін. Сол үшін осылай араластырып тұрамыз. Май, қантымыз толықтай еріп, енді қайнайын деп жатқан кезде отымыздан алып, үстіне ас содасын қосып, біркелкі араластырамыз. Сода мен балымыз реакцияға түсіп, қамырымыз үлкейе бастайды. Сол үшін ыдысыңыз осылай үлкен болғаны дұрыс. Массамыз осылай болып көтерілді. Енді суытып алсаңыздар болады, немесе бірден алдын ала електен өткізген ұнымызға ортасын ашып, осылай аз-аздан құйып отырып араластырып, қамырымыз өте қатты болмайды, қою қамыр шығады.
қамырымыз осындай қою болады. Енді тоңазытқышқа 1-1,5 сағатқа салып қоямыз. Менің қамырым мұздатқышта жарты сағаттай тұрды, тезірек қату үшін. Енді үстеліміздің үстіне ұнымызды сеуіп, үстіне қамырымызды түсіріп, жұмсақ қамырымызды осылай ұнға аунатып, сопақша тәрізді формаға келтіріп аламыз. Сосын пышақтың көмегімен бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен бірдей 10 бөлікке бөліп алдым. Әр бөлігімізді пергамент қағаздың үстіне қойып, оқтаумен жұқа етіп жаямыз. Жайып болған соң, арнайы кондитерлік сақинаны қолдансаңыздар болады, немесе мен сияқты осылай диаметрі 21 сантиметрлі тарелка ыдысты қолдандым. Осылай кесіп аламыз да, шетіндегілерін кейін тағы да жайып, басқа қамырларға қосамыз. Қамырымыздың үстін осылай шанышқымен тесіп шығамыз, біркелкі болып пісу үшін. Қамырымыздың қалған бөліктерін дәл осылай жайып, шанышқымен бетін осылай тесіп, алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста шамамен 7-8 минутта пісіріп аламыз. Міне осындай менде 9 корж, 13 корж осындай үлкенірек болды. Оны үгітіп, бетіне, тортымыздың бетіне или жан-жағына себетін боламыз. Толықтай суытамыз, оған дейін енді кремін дайындаймыз. Қаймақ менде дүкендікі 20%, үстіне қант ұнтағын қосып, жақсылап араластырамыз. Осымен өте оңай жасалатын креміміз дайын. Қанша ингредиенттер кететіні описанияда бәрі жазылады. Енді тортымызды жинаймыз. Яғни коржымызды қойып, үстіне кремімізді жағамыз. Осылай кезекпен-кезек бәрін жинап шығамыз. Ең соңында коржымызды қойып, коржымыздың бетіне, тортымыздың жан-жағына қалған кремнің бәрін жағып шығамыз.
10 коржды мен осылай блендермен үгітіп алдым. Пакетке салып оқтаумен үгітсеңіздер де болады. Енді тортымыздың бетіне, жан-жағына бәрін қалдырмай сеуіп шығамыз. Осындай биік әдемі тортымыз дайын болды. Енді тоңазытқышқа кемінде 4-5 сағатқа, яғни пропиткаға креміміз сіңу үшін осылай салып қоямыз. Кескен кезде осындай биік болады және дәмі де өте ерекше. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған әсер. Келесі видеода кездескенше.